білім саласында мысалы осы кәсіп ашып бастап жатсыз, бұған қаншалықты сұраныс қандай білім саласында кәсіп ашу қазіргі таңда? Қазір одан бөлек естіген шығарсыз. Бәсекелестеріңіз де көп мысалы. Өте көп. Негізі мұнда тығырықтан қалай шығуға болады? әдемі сөз бар негізі бизнеста. Егер бір жерде көп қызмет көрсетіп жатқан болса, конкуренция өте қатты көп болса, значит бұл жерде ақша өте көп. Ойланатын жағдай қатты болады. Мысалы бір жерде конкуренция жоқ болса, мүмкін уақытта даже сұраныс та жоқ шығар. Мысалы бір уақыт білесіз, бір рет шығарсыз, пластиктің терезе жасап кетті ғой. Бір уақытта барлығы. Неге? Өйткені білесіз бе, ол кезде сұраныс мощный, бәрі сол нәрсеге. Бәрі сондай айналысып бастады, сұраныс кетті. Ең соңында кімдер қалды? Сол компаниясын үлкейтіп, дамытып, мықтатып, сотрудниктер оқытып, дамытып келген бір 4-5 мысалы қыздар компания қалды. Қалғанда бәрі жауып қалды. Яғни белгілі уақытта ақшаны жасады, өсіп кетті. Бірақ қарасақ, олардың принциптері тек ақша жасау. сол кезде ғана болды да. Бірақ мысалы қазір қарасақ, біз мысалы жолда біз дәл осы нарықта тұрғанымызға 5 жыл болды. 2019-дан 2024 болса, уже 5 жыл бойы біз тұрақты келе жатырмыз. Жай бір кабинеттен бастадық, 2 кабинет, қазір мысалы қарасақ, 4 жылдарда қолына бір ғимаратты толығымен алып отыр да. Яғни оның өзі бір әдемі деңгей 5 жыл ішінде. Яғни егер даму болса, жоспарында бұл жерде қалу болса, одан бөлек саған бұл бизнес формат ұнаса, сен қала бересің. Яғни ақша жасап кету ғана емес. Сондықтан мен ойлаймын, бұл негізі тартып керек дейсіз ғой. Даже жапондарда өте қатты әдемі сөз бар дейді. Ең мықты компания қандай деп ойлайсың? Ең көп ақша тапқан ба? Ең көп ақшаны тезірек тапқан ба дейді? Жоқ дейді. Кредиттен ең ұзақ қалған. Өйткені сол игрок ең соңына шейін қалады да. Ол ең соңында бүкіл конкуренті бәрі кеткен кезде, по-любому ең сливтің бәрі сол алады. Сондықтан ең соңына шейін қалу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді осы жерде сіз біраз психологияны да меңгерген сіңірсіз. Бар. Кәсіп ашу болсын, алға даму болсын, шешім қабылдау болсын, табысқа жету болсын. Енді осы жерде сіз табысқа жету үшін адамның бойында қандай құндылық болу керек деп айта аласыз? Құндылық енді дәл сол мәселемен келетін шығар. Табысын қандай түрмен айналысқың келеді сен. Өйткені мысалы тез ақша табу жолдары өте көп. Және мысалы мен қанша дос балалардан естимін, тоже дәл сол кәсіпкер дос балалардан былай айтады да, нұрислам, мен үй алсам, жақсы көлігім болса, белгілі дәреже мысалы ақшам болса, депозитте маған проценттермен түсіп отыра беретін. Мен сол жерге шейін ғана еңбек етемін. Әрі қарай маған қатты қажет емес. Яғни егер сен осындай өрімде мысалы ақша керек болатын болса, байлық берсе, ол кезде басқаша. Басқаша принциптер керек та ол. Андай хитрость керек, мысалы шустрый болу керек. Уақытан кезде темамен айналысу керек, теманы іздеу керек. Соның бәріне уақытша кіреді. Уақытша кіреді, ақшаны жасайсың, 10, 20, 30, 40, 50 миллион саласың да, все, сен рынокқа шығып кетесің. Әрі қарай айналыспайсың. Кейін сен үйің бар, жайың бар, болды. Саған оны әрі қарай қызығмайсың. Мүмкін даже бір жерден мысалы аренда здание сатып аласың, или квартира сатып аласың, болды. Сонымен өмір сүріп жүре бересің. Бірақ саған басқаша кәсіп болса, мүмкін сен кәсіппен 40-50 миллион тапқанша дейін ғана емес, сен өмір бойы айналысқың келетін болса, бұл жақтан сен өзің наныңды тапқың келетін болса, одан бөлек командаға жақсы условия бере алатындай осындай бір компания құрастырғың келсе, одан бөлек клиенттерің сен әрқашан разы болатындай қалай бірінші рет сен сатып алды, сол өмір бойы сені алғысы келе беретіндей мықты продукт условия жасағың келетін болса, қоғамды дамытқың келсе, қоғамға әсер еткің келетін болса, ол кезде басқаша қабілет керек, басқаша да. Бірақ мен ойлайтын, екі жағдайдың өзінде болсын, адамда негізі характер деп айтады ғой бізде. Ер жігітке бір тән мінез керек. Өйткені мен есімде қарапайым меселер, ол нәрсе жаңа айтқан сәтте сен құрал саймандар табу оңай. Мысалы қазір тарихты қолдану арқылы көп клиент табуға болады. Мысалы бұрындары листовка тарату арқылы көп клиент табуға болады. Оның бәрі тек инструменттер ғана. Мысалы біреулер бар қазір мысалы тек қана инстаграм жүргізеді, мысалы жаңағыдай көп просмотр жинайды, 300 мың деген сияқты. Сөйтіп жүріп мысалы өздерінің бизнестен клиент шақырады. Ол да тек инструмент қана. Ал мәселе оның барлық инструменттер алмаса береді. Мысалы TikTok бәрі кетеді. Одан бөлек тағы бір инструмент пайда болады да. Бірақ мәселе неде? Мәселе сен нарықта қалғың келсе, сен ұзақ өмір сүргің келсе, жаңағыдай бүкіл нәрсені жасағың келсе,
сенде ең бірінші нәрсе сол характер керек. Характер болу керек та. Өйткені сен қазір мына нәрсе сынып қалды. Сынып қалғаннан кейін сен не істейсің? Өзіңді сынып қаласың. Иә. Егер характерің болмаса Иә. Сен осы жерде тұруың керек. Өзің кәсібіңде до конца тұрамын осы жерде. Мен үйренемін. Мына нәрсе бізде дұрыс емес шығар. Мүмкін бізде финансовый план дұрыс болмаған шығар. Мүмкін маркетинг план бізде дұрыс емес шығар. Соның бәрін есептеп, жөндеп, дамытып, әрі қарай тағы да кете бересің. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші нәрсе сол бір характер болу керек. Нәзік жандыларға өте қиын. Атаңызда олар эмоцияға беріледі дейсіз ғой. Ол әйел затына қатысы емес, жалпы нәзік жанды деген кезде ол ер адамда бар нәрсе емес. Ол ер адамда бар, қыз баласында бар да. Мысалы мен қаншама қыз баласы білемін, характер бар. Кәдімгі бір-екі банкрот болған адамдар білемін. Сонда да сынақ жоқ. Сонда да сынақ жоқ. Бірақ қазір қараңыз, 310-ға оқушы бар. Өзім мысалы бөлек несі бар, компаниясы бар, тоже оқу орталығы. 310-ға жуық оқушы бар. Бірақ оның алдыңғы жылдары ғана почти банкрот болып кетіп жүрген компания. Сондықтан мен ойлаймын, әрқашан именно характер болу керек. Өйткені рынокта солай өзгере береді. Қазір TikTok тренд бар, ертең ол да кетеді. Мысалы қазір Instagram бәрі бар, да кетеді. Так что характер болса негізі алып шығады кез келген уақытта. Рахмет сізге, керемет кеңестер беріп жатсыз. Қуана. Сіздің қазіргі айналысып жатқан жұмысыңыз бұл маркетолог болу, иә? Білім саласында маркетинг. Білім саласында маркетинг. Дәл білім саласы маркетинг. Енді өзіңіздің соңғы шейін жинақтаған тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз. Дәл сол. Осы тұста осы маркетолог мамандығы қаншалықты тиімді болып жатыр? Өзіңіздің мысалға осы маркетолог ретінде жеткен қандай жетістіктеріңізбен бөлісе аласыз? Бөлісуге болады. Мына білім саласын дамытуға атсалыстым деген сияқты нені айта аласыз? Мысал бет келтірсек болады. Мысалы қазіргі уақытта осы 314-ті қарасақ бір кейс ретінде. Кейс. Мысалы алғашқы жылдары бізде төлемақы 18 мың 15 мың теңге шамасында болып, біз 20 оқушыны жинайтынбыз. Ең алғашқы жылдары. Сосын әрі қарай біз уже этаптар түсіндік. Яғни ол продукттың упаковкасы қандай болу керек, клиенттер бастырымыз қандай, біз уже оплатаны 30 мыңға көтеріп алдық. 30 мыңға көтеріп, біз 50 ең соңында сезон уақытта біз 100 оқушыға жеткіздік. Жақсы. Осы тоқтың бәрі жинап арқылы. Сосын біз қайтадан обучение өттік өзіміз, рынокты қайтадан түсіндік. Яғни біз кішкентай ғана уақытта тек қана өзім ғана қалтама баса алатындай ғана ақша ғана емес, бұл компанияны өсіру үшін саған қанша ақша вложение жасау керек қайтадан да. Сол үшін мен не істеймін дедім, мен жолды қарастым. Екі ғана жол бар. Бірінші нәрсе, сенің санаңа 30 мың теңге оплатаны ұстап отырасың да, 600, 400, 500 оқушыны оқытасың. Но сапасы сол 30 мың теңге деңгейінен қалады. Нұрислам дедім, сен осындай бағада, сол продукттың деңгейінде сен өзіме ассоциация болу келе ма? Или сен прям качественно бәрін жасаған келе ма? Apple деңгейінде да, чтобы айтатын, мына нәрсе бар. Мысалы сен қазір айфонды бүкіл адам ұстағысы келетіндей деңгейде құрал жасап тұр қазір олар. И тұрам айтамын, окей, Нұрислам, біздің жол ол емес, біз мынау Apple сияқты до конца парень. Істейміз. Оның үшін бізге көп ақша керек болады, полигон енгізу үшін. Біз оплатаны сол біз 70 мыңға көтереміз. 70 мыңға көтереміз. Соған лайық болу керек. Соған лайық болу. Біз айтамыз, қандай инновация енгізу керек, клиенттерге қандай запрос бар. Соның бәрі анализ жасап, осы компания енгіземіз. Біздің текеу моментте 220 оқушыны 70 мың теңге оқытып болды. Өте жақсы. Бұл кәдімгі мен ойлаймын, частный школалар даже 220 оқушыны дегенде жеткізе алмаған одновременно да. Біздің Қызылорданың өзінде, даже жеке мектептің өзі да 35-40 мың теңге оплатады, 50 мың теңге оплатады. Енді мен ойлаймын, Қызылорда қаласында кішкентай қалада 70 мың теңге оплатадан сен 220 оқушыны оқытып, бұл әдемі бір маркетинг кейс болды. Бұл бірінші кейс. Екінші бұл кейс естігеннен кейін мені жүреме шақырды. Нұрислам ағай, сіз оказывается 5-ші класстар мен 6-ші класстың темасын біледі екенсіз ғой. Осынша бала жинап отыр екенсіз. Қызылордада ешкім батаңыз ондай оплата жасап отқан жоқ. Бәрі батаңыз 30-40 мың сатып жүр, сіз 70 мың сатып жатсыз. Сіз что за маркетологсыз? Короче, бізге келсеңізші деп. Осы айттым. Енді мен не аламын, ақшам қатты қажет емес қой деймін да. Нұрислам ағай, сіз бізге келетін болсаңыз, сіз мектеп ашудың темасын ұсына аласыз. Мынау қызық тема. Өйткені келесі жылдары мысалы менде әлі жоспарда бар. Құдай қаласа мектепке айналдырып тұрамыз. Осы теманы зерттеп барайын деп барамыз. Біз сол кезде
125 ешқашан 5 класс пен 11 класстың арасында ассоциация жоқ еді. Ол тек 10 мен 11 ұбт ғана еді. Иә. Ол ешкім де ойламайды 5 класстың аяқта бар деген сияқты. Сөйтіп ол нәрсе біз айналысып бастаймыз. Сезон кіретін кезде біз уже 150 ма 170 оқушымен кіреміз. Сезон дейтін ол біздің сентябрь айы, қыркүйектен бастаған кезде. 0 оқушы еді. Келеміз. 5 пен 7 оқыстыңыздар, 5 пен 9 5, 6, 7, 8, 9, оның бір бәрі қосаңыздар, біз 70-ге жуық оқушыны жинап қоямыз. Ол кәдімгі Қызылорда қаласы бойынша ондай вообще кейс жоқ. Одан бөлек, жаңағыдай конкуренттен бәрін бағаға шыққан кезде, барлығы апатасы 55 мың теңге, соның теңгеге болған кезде, біз жүгірмесе 85 мың теңге оқыдық. Ол дейтін кәдімгі вау бағада. Сондықтан мен ойлаймын, ол әдемі екеуі де үлкен кейс болды. Сізге тәжірибе? Маған тәжірибе болды, мен түсіндім. Оказывается, даже оқу орталықпен жеке мектептің маркетинг екеуінің бекітілуі болды. Сөйтіп мына жақта біз жүргенімізде жұмыс жасаған директор ағаймен біз жоспар бойынша келіскенбіз. Жарты жыл жұмыс жасаймыз, мен оқушы жинап кетемін. Біткеннен кейін мен контракт үзіледі. Әрі қарай өзім қайтадан барып, өзім орта алуыма деп. Сөйтіп дәл сол қыстан кейін контракт шешілді, барып өзі оқу орталығына кеттім. Сосын ол ағайда жыл соңы біткеннен кейін өз мектеп ашатын пландады. 170-ге жуық миллионға мектеп ашып жатыр қазір. И дәл солай алдыңғы жолы келісіп көргеннен кейін сізді шақырады. Рүсімаға давайте біздің маркетолог болып келіңіз. Төлемақысы осынша болады, еркін график болады, кез келген уақытта келіп проект басқара аласыз. Және сізге алдыңғы жылы жаңағыдай 120 бере алмаған мен сізге бюджет берілмеді. Сіз келістіңіз? Айттым. Все, дедім, ничего, әдемі нәрсе. Жақсы. Дәл солай қазір осы. Ол мектептің аты стенд деп аталады. Қызылордаға дәл солай таныс емес, енді кіріп жатқан методика, мысалы стенд дейтін нәрсе, оны даже атын біле бермейді бұл адамдар. Ата-аналар болса ол нәрсені даже мүлдем білмейді, ол не екенін. Сөйтіп мысалы біз түсініксіздеу бір продукты, адамдар түсінбейтін продукты, қайтадан халықтың тіліне түсінетіндей ол жеңіл форматты өткізіп жатырмыз қазір. Жақсы, жарайсыздар. Осы қазір енді құдағыз шешкенсіз. Әмин. Енді осы маркетологтар жалпы үкімет тарапынан қандай қолдау көреді? Мен ойлаймын, үкімет тарапындағы тренингтер өткізіліп тұра ма, бәлкім семинарлар жүргізіліп тұра ма республика бойынша? Сіздер қалай дамисыздар? Біз негізі былай айтқан кезде тазасын деген кезде прямой бүкіл біз білімді почти өзіміз сатып аламыз. Ол қарапайым 5 мың теңге тұратын кітаптардан бастап. Мысалы Филипп Поттың кітабы бар, маркетинг кітабы бар, А до Я деген кітабы бар. Мысалы осыдан бастап шыққан кезде ең жаңа кітапты алып қарасаңыздар, воронка продаж деген сияқты ол кітаптардың барлығы сен сатып алатын кітаптар. Кітап деймін. Екінші нәрсе, дәл ақша табу процесіндегі курстар ешқайсысы арзан емес. Өзіңіз де білесіз, олар өлдің негізі 200 мың теңге тұрады, жақсы сапалар 500 мың тұрады, ал мықты тренингтер 1 миллион 2 миллионға жуық жақындайды. Оның барлығы біз оның өзі ақшаны сатып аламыз. Оның барлығын. Бұл ең жаңа білімдерді алып, бірден қолдануға мүмкіншілік береді. Бірақ әрине бизнес бастаудың негізі программалар бар, оны көп шыққан. Кейін біз кәсіпкер болғаннан кейін оның бәрін қарап шығамыз. Не бар? Тегін мүмкіншіліктер. Бір қарап шығуға болатын материалдар бар, бірақ ол дәл сол нәрсе актуальнысын оны бүкіл халыққа жеткізгенше актуальнысын жоғалтып береді. Ал бізде маркетинг дейтін міне бүгін пайда болды жаңа инструмент, міне пайдаландым, 4-5 айға ол бітті. Жылдан жұмыс жасайды. Маркетинг дейтін ол сәл тез іздеу керек болады. Сондықтан қазіргі уақытта білімдердің барлығын біз сатып аламыз. Мен айтайын, қазірдің өзінде мен около бір 4-5 миллиондай ақша жұмсадым. Осы маркетинг саласында білімге. Ақталып жатыр ма? Ақталып жатыр ма? Ол мен ойлаймын, уже еселеніп ақталып тастадым ол жағын. Жақсы. Шүкір. Сондықтан білім алу кеш емес. Өз салаңдағы білімді, оны қымбат ақша сатып алу, ол әрқашан тұрарлық нәрсе. Еселеніп ақталып. Инвестиция, яғни білімге құйылған инвестиция қашанда өзін өтейді дейсіз ғой? Еселеп өтейді нәрсе. Алдағы уақытта сіздің қандай жоспарларыңыз бар? Құдай қаласа жоспарларымыз негізі біз офлайн қазір точкамыз бар. Қызылорда қаласында бір точка болса, точкаларды көбейту. Маркетологтарды оқытып шығарғыңыз келмей ме? Дәл ондай уақытта мен сізде оқытатын маркетологтар, тренинг жасайтын, ментор жасайтындар көп қазір. Ол жақта мен қатты бір запрос көріп тұрған жоқпын. Мен қазір осы продуктты жақсы көремін. Білім саласын жасалды біздің 314-те. Осындай продукттарды көбейтуге мен дайынмын. Егер мысалы кез келген басқа часы школалар
шымкентке қаласам осы вопростар келді. Дәрісі біз мектепке бала жинап берсеңіздер деген сияқты. Яғни осы салада жұмыс жасауға және өзіңіздің күш сындырыпты кеңейтуге жұмыс жасаңыз. Бұйырсын енді. Жетіңіз, арманыңызға жетіңіз, мақсатыңызға жетіңіз. Сіз сияқты жастар көбейе берсін. Сіз сияқты жастар көбейсе біздің еліміз көркейіп, дами береді деп ойлаймын. Әрине. Мынау да сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Қанша уақыт жүріп бірге жұмыс жасайық. Құдай қаласа. Алда. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.